Жылама. Sonra kalıştırsana. Magazinde жаным аты бар еді. Аты дейін. Ашып бересіз бе? 78. Қашаннан бері қарсың? Осы бір жарым ай ішінде. Өткен оның атасы екеуміз бірге қатысып. Қарсы ба компьютерден сосын? Продуктісіне өрлеп қарыз. 100 түгел осылай мысалы себебін айтып не үшін көмектесіп жатыр. Оның осы уақытқа дейін магазин қарызын жапсам да мынандай көп көлемде жаппаған еді. Олардың жағдайлары өте ауыр. Жағдай Өйткені ана болып отыр. Қалайсың, жағдайыңдасың ба? Жұмыстасың ба? Жоқ, үйдемін. Үйдесің ба? Жұмысқа шықпадың ба бүгін? Жоқ, директор айтпады әлі қайсы жұмыс екенін ше. Жарайды. Мен ғой саған бір қуанышты жаңалығым бар. Иә, қандай? Сенің магазинде қарызың түгел жауап беретін бір үлкен азамат, қазақтың үлкен батыры десем де болады. Сол адамға бір үлкен рахметімді айтып, оразада жақсы тілектеріңді, дұғаларыңды тілеп қой, иә? Рахмет, әже. Кім? Мен білмейді екен бұл кісіні. Осындай сақтың алып тұрған не азамат деп баңа деген екен. Сен есіме түстің, сен айттың. Рахмет, әже. Алла разы болсын. Жылама. Мынандай қараңыздаршы, қалай құтыларымды білмей жүретін дейді, бірақ біздер Рамазанда керемет жақсылық жасап 250 мың теңге қарызын өтеп беріп кеттік. Оның нақты себебін айтатын боламын. Ол видеоны жалғасы бар. Келесі көп рахмет. Аман болыңыздар. Жақсылықтан